Сәлем достар, тамыз конференциясында Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше мәлімдемелер жасаған болатын. Бізге президент мырзаның тәуелсіздік жылдарында салынған мектептерге қатысты келтірген деректері күмәнді болып көрінді. Тәуелсіздік алғалы мемлекет жүйелі түрде жаңа әлеуметтік нысандарды салып, пайдалануға беріп келеді. Алайда соңғы уақытта билік өкілдері салынған мектептер санын әртүрлі айтып жүр. Мәселен, Қазақстан Республикасының бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2004 жылдың 1 қыркүйегінде тәуелсіздік жылдары 1000 мектеп, ал 2016 жылы шамамен 1400 мектеп салынды деп айтты. Алматының бұрынғы әкімі Бауыржан Байбек те Назарбаевтың сөзін растаған болатын. Расымен мектептердің құрылысы жыл сайын өсіп жатыр деп ойлаймыз. Бірақ 2017 жылы жарияланған Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы ұлттық баяндамасында тәуелсіздік жылдарында 1356 мектеп салынды деген. Дәл сол жылы кезінде Білім және ғылым министрі болған Шамша Беркенбаева 1300 мектеп тәуелсіздік жылдары салынған деп айтқан болатын. Сонда 2016 жылы Байбек пен Назарбаев айтқан 1400 мектептің қалған 100 мектебі қайда кетті? 2009 жылдың мамырында Қазақстанның бұрынғы Білім және ғылым министрі болған Күләш Шамшидинова тәуелсіздік жылдары 1672 мектеп салынды деген болатын. Араға 4 ай жетпестен президент Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдары 1198 мектеп салынды деді. Тәуелсіздік жылдары салынған мектептер жайлы деректер неге әртүрлі? Кімнің айтқаны дұрыс? Назарбаевтікі ме, Тоқаевтікі ме? Әлде Шамшидинова ханымның деректері шындық па? Біз осы сұрақтарды тиісті ведомствоға да қойған болатынбыз. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылованың жауабынша, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 26 мамырда өткен 9-шы Астана экономикалық форумдағы мәлімдемесі тәуелсіздік жылдарында шамамен 1400 мектеп салынды деп айтылғанын мәлімдейміз. Осыған орай министрліктің ресми сайтында жарияланған ақпарат және елбасымыздың 9-шы Астана экономикалық форумда айтылған мәліметтері шынайы болып табылады. Білім және ғылым министрлігінің экс-министрі Күләш Шамшидинованың 2019 жылы 6 мамырдағы есебінде презентацияда тәуелсіздік жылдарында, яғни 1991 жылдан бастап 2018 жылға дейін республика бойынша 1672 мектеп салынды деп көрсетілген. Бұл ақпарат бүгінгі күні шынайы болып табылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 16 тамыздағы Білім және ғылым атты тамыз конференциясының пленарлық отырысындағы мәліметтер 3 ауысымда оқытатын апатты және шағын комплект мектептердің проблемалық ахуалын қамтитындығын жеткіземіз. Өз кезегінде тәуелсіздік жылдары аралығында салынған 1198 мектептер саны тек 3 ауысымда оқытатын және апатты мектептердің орнына салынған мектептер болып табылады. Министрліктің жоғарыда баяндалған негізге ала отырып, тәуелсіздік жылдары аралығында қолданысқа берілген мектептер санын пысықтап, ұсынылған ақпараттардың шынайы екенін растайды. Білім және ғылым министрлігінің біздің сауалымызға жіберген жауабы бойынша тәуелсіздік жылдары 1672 мектеп салынған.